саламатсыз ағай, мен үшевек рахматуллин қазір мынау Ситимут деген приложение, соның координатасы, и соған қазір видео түсіріп жатырмын. Ең бастапқы менде мындай главный страница ашылады. Ол жерде жалпы бұл приложение мақсаты әр қалаларға арналған рекорд тұрғансыз қалалар таңдай алады. Мынау скроллын сол жақтан таңдап, сен мысалға новыйдан бір қалаға бардың, и ол қалада не бар екен білмейсің, қандай кафешкалар, заведение қыдыратын, жалпы сондай демалатын орындар ғой. Сондай жерлерді барып көре аласың. И сен кірген кезде приложение кіре салып, регистрация страница шықпайды, осындай бір бет шығады. Бұл жерден уже интерес қылғызады адамға ше. И сен нәрсе басып көре аласың. И уже таңдап жатқан кезде мынаны таңдаған кезінде сен сен мысалы қандай жерге барғың келеді, соны таңдайсың ғой. И басқан кезде обновить етіп, сондай нәрселер обновиттер ауысады. Но бірақтан біз уже таңдаған кезде сразу регистрация болады. Ол шығады после уже регистрация болғаннан кейін. Сосын регистрация жасайсың, оның беттеріне істеймін. Сосын кірген кезінде мынаның ішіне кіреді, открытый. И сен бұл жерден өзің таңдап қоя аласың, мынаны алып жібере аласың, осы туралы нәрселерді. Осындай мынау бұлар ссылка болады, басасың, сразу телефон ішіне барады, мыналар сайтқа барады деген сияқты. Кейін астына скроллинг жасайтын болсақ, мына жақтан біз не көреміз? Жалпы кәдімгі официальный сайттарда тоже осындай болады. Мен көп референс қарадым. И басқа да соған ұқсас жерлерді рекомендовать етеді. Потом барып біз отзывтарды көре аламыз. Мына жақтан қазір жасап жатырмын әлі. Мен мына жақтан референстар іздеп примерно қойдым. Все. Сау болыңыз.